53-ші есептің үшіншісін шығарайық. X көбейтілген теңсіздікті шешіңдер дейді. 9 минус X бөлінген кіші 0-ден. Мына жерде бізде көбейткіш, бірінші көбейткішті де, екінші көбейткішті де 0-ге теңестіреміз. X тең 0-ге. 9 минус X тең 0-ге. X тең 9-дан 9-ды алсақ 0 болады. X тең 9-ға. Және мына жерге біз координата ойсын сызамыз. Екі нүкте анықталды. Екі нүктені белгілейміз. Қатаң, себебі немесе тең деген жоқ. Сондықтан боямаймыз. Екі нүктені белгілейміз. 0 және 9 деп. Енді бұл бізде үш аралыққа бөледі мындай. 0-ге дейінгі кез келген бір санды мына жерге орнына қойсақ болады. Мысалы, мына жерде минус 1 деген санды алып қойайық. Минус 1 көбейтілген 9 минуспен плюс болып кетеді. Плюс 1 тең. Біз бұл жерде таңбасын анықтауымыз керек. Плюс таңба немесе минус таңба шығатын. 9-ға 1-ді қоссақ 10. 10-ды минус 1-ге көбейтсек минус 10. Яғни минус таңба шықты. Енді 0 мен 9-дың арасындағы кез келген 1 деген санды ала салайық. Орнына қояйық. 1 көбейтілген 9 азайтылған 1 тең. 9-дан 1-ді азайтсақ 8. 8-ді 1-ге көбейтсек 8. 10 таңба шықты. Бұл аралық 10 таңба. Келесі 9-дан кейін 10 деген санды алайық. Сонда 10, мына жерде 10 деген санды алсақ, 10 көбейтілген 9 азайтылған 10 тең. 9-дан 10-ды алсақ минус 1. 10-ды минус 1-ге көбейтсек, бізде минус 10 болады. Яғни минус таңба шықты. Мына жер минус таңба шықты. Бізде кіші деп тұр. 0-ден кіші болса, онда әрқашанда біз минус таңбаны алады екенбіз. Яғни жауабы бізде минус шексіздіктен 0-ге дейін. Минус шексіздіктен 0-ге дейін. Және 10-нан плюс шексіздікке дейін. Келесі 4-ші есепті шығарайық. 4-ші есеп бізде x осыған ұқсас. X көбейтілген x минус 6 үлкен 0-ден. Бұл жерде бізде x тең 0-ге. Мына жерде мынаны 0-ге теңестірсек, онда бізде x тең болады 6-ға. Осындай екі нүкте болады. 0 және 6 деген. Осы үш аралықты аламыз. Мына жерде минус 1-ді алсақ, минус 1 көбейтілген минус 1 минус 6. Бізде минус 1 мен минус 6 минус 7-ні береді. Минус 1 көбейтілген минус 7. Минус пен минусты көбейтсек плюс болады. 1 мен 7-ні өтсе 7. Яғни 7 болады. Оң таңба. Мына жерде біз 1 деген санды алатын болсақ, 0 мен 6 арасындағы. Мына жерге орнына қойсақ. 1 көбейтілген 1 азайтылған 6 тең. 1-ден 6-ны алсақ минус 5. 1-ді минус 5-ке көбейтсек минус 5-ні өтіп болады. Яғни минус таңба. Енді мына жерде мысалы 7 деген санды алатын болсақ. 7 көбейтілген 7 азайтылған 6. Мына екеуі бізде 1-ді береді. 1-ді 7-ге көбейтсек 7. Яғни 10 таңба. Сонда бізде есептің жауабы болады екен. Үлкен деп тұр. 0-ден үлкен болса, мына оң аралықты аламыз. Яғни минус шексіздіктен 0-ге дейінгі аралық және 6-тан плюс шексіздікке дейін аралық. Минус шексіздіктен 0-ге дейінгі аралық және 6-дан плюс шексіздікке дейінгі аралықты. Келесі 5-шісін шығарайық.